Кабулетидің қасында және де мындай музыкальный парк деген бар екен. Яғни музыкалық саябақ. Дүниежүзінің композиторлерін жинаған. Мынандай мысалы әрбір композитордың мүсіні бар, ана жерде аты бар. Қасына жақындасаң, өзінің шығармасы ойнайды ана жерде. Яғни колонка тұр. Людвиг ван Бетховен. Мінекей музыкальный паркта. Онда еще орман сияқты ғой. Қарапайым музыкалық саябақ дейді. Бірақ шын орман осындай. Шықпай жүре беріңдер ғой.